Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дауысқа арналған ең оңай және де ең эффективті жаттығулардың бірін көрсетіп беремін. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, осы уақытқа дейін көптеген оқырмандар өзіңіздің бұрынғы дауысыңызды бізге көрсетіңізші, бұрын сіздің дауысыңыз қандай болды деп сұрақ қойып жатады. Сол үшін де мен сіздерге осыдан 4 жыл алдын жазылған видеоны көрсетейін. Бұл видеоны қарап шығыңыздар. Бүгін Алматыда белгілі кәсіпкер Мұратжан Тоқмадиев бандитизммен айналысты деген күдікпен ұсталды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Байқап отырғандарыңыздай, бұл видео 2018 жылы жазылған. Бұл жерде мен тіпті дикцияның не екендігін білмейтінмін, және де өзіме деген сенімділігім өте төмен болды. Және де ешқандай да мен бұл жерде дауысқа арналған жаттығуларды жасаған жоқпын. Жай ғана қарапайым дикторлардың қалай оқығанын тыңдап, соны ғана көшіруге кіріскен болатынмын. Нәтижесінде өте үлкен қателіктерге бой алдырдым. Көріп отырғандарыңыздай дауысым кейде жоғары, кейде төмен, тағы да басқа неше түрлі айта берсең кемшіліктер жетіп жатыр. Ал келесі кезекте мен сіздерге дауысқа арналған жаттығуларды жасағаннан кейінгі өзімнің видеомен бөлісемін. Бұл видео 2022 жылы жазылған. Достар, видеоны бастамас бұрын мен сіздерге қуанышты жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Мен алғаш рет әдемі сөйле марафонын өтейін деп жатырмын. Егер де сіздер марафонға қатысқыларыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Жалпы бұл марафон арқылы сіздер өздеріңіздің дауыстарыңызды өзгертіп қана қоймай, өздеріңізге деген сенімділікті де арттыра аласыздар. Сондықтан да марафонға қатысыңыздар. Және де достар, егер де сіздер өздеріңіздің дауыстарыңыздағы кемшілікті анықтап, өз дауысыңызды өзгерткіңіз келсе, онда менің консультацияма жазылсаңыздар болады. Қазіргі таңда консультацияға 50% жеңілдік жүріп жатыр. Сіздер құр қалмаңыздар, консультацияға жазылып өзіңіздің дауысыңыздағы кемшілікті анықтасаңыздар болады. Достар, кез келген дауысқа арналған жаттығуды жасамас бұрын сіздерге алдымен расслабиться етіп алу керек. Яғни сіз өзіңіздің сөйлеу аппараттарыңызды босаңсытып алуыңыз қажет болады. Оны қалай жасау керектігін білмесеңіз, сіздер алдыңғы видеоны қарасаңыздар болады. Мен описанияға ол видеоны қалдырып кетемін. Сол видеоны қарау арқылы сіздер өздеріңіздің сөйлеу аппараттарыңызды жаттығуға дайындап аласыздар. Достар, бұл жаттығу бізде 3 этаптан тұрады. Бірінші кезекте босаңсыту, яғни біздің барлық айтып кеткен сөйлеу аппараттарымызды босаңсытып аламыз. Ал екінші кезекте біз қабырға тұсымызға қарай дем аламыз, яғни ішке қарай сіздер дем аласыздар. Ол демді сіздер М дыбысын айту арқылы жоғары қарай, кеуде тұсыңызға қарай көтересіздер және сыртқа шығарып жібересіздер. Олай болса, бірге жасап көрейік. Бірінші кезекте дем аламыз. Достар, бұл жаттығуды сіздерге күніне 3 уақыт жасауға және де 8 реттен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен сіздер бұны таңғы астан алдын, және де одан кейін түскі астан алдын, және кешкі астан алдын жасауыңыз қажет болады. Себебі достар, білесіздер, сіздер жаттығулардың көбісін негізі аш қарынға жасау керек. Тамақ жеп тойып алғаннан кейін біздің ол жаттығуларымызды жасауымыз қиынға соғады. Сол үшін де таңғы және түскі кешкі астан алдын міндетті түрде осы жаттығуды жасап көріңіздер. Егер де менің бүгінгі видеом сіздерге ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.